Әбіш Кекілбайұлы Ашбөрі, көркемдік жетекшісі Ноғаева Айнаш Закаряновна. Қойылым ережесі бойынша бір оқушы 2 рөл сомдайды. Қошеметпен қарсы алайық. Бар болдың қорадан біраз отын алып келші. Насаморымды қайнатай. Жақсы әже, қазір барып алып келейін. Асты барып жинап алайын. Мен де мынаны үстімізге әрі қарай алып кетейін. Ей, тоқта, құманға сары ойсыз сенсің бе? Я, жайшылық па? Дәл өзі, ұста мұна. О ағайын, жұлқылай бермей жөндерін айтып отырсаңдаршы. Бөлімшеге барғанда сөйлесеміз сенімен. Әке! Әзет-ай! Ал болды, не болды? Әзет, ана жақта әкемді алып кетті. Сақта Құдай, сақтай бол. Ақ өзіме? Иә, әкем. Жылама ақылым, бар бөлімшеге барып жөн сұрай. Амансыз ба? Жайша жүрсіз бе, әжей? Аманбыз. Мен жаңа ұстап әкеткен жігіттің анасы едім. Онда сіз тергеушіге жолығыңыз, ішке кіріңіз. Амансың ба балам? Амансыз ба, әжей? Мен Құрманғазының анасы едім. Құрманғазыны көруге рұқсат етші. Жақсы, күзетші. Бағана ұстап алып келген, Құрманғазы Сағибаевты алып келіп, көп болып. Уақыттарыңыз аз, тезірек сөйлесіп қалыңыз. Әке! Балам, сен де жігіт болып қапсың ғой. Жырақта жүргенде басынан сипағандай болмадым ау. Кешір мені, балам. Апа. Амансың ба балам? Аманмын, апа. Осы уақытқа дейін бір жақсылық істемеген екенмін. Ал енді айдауға кетіп бара жатыр. Кешір мені, апа. Ей балам, мен ұл тудым ба десем, жаман жасық туыппын ғой. Тұр, көтерен сен. Уақыттарымыз бітті. Әке, кетпес! Ағатайлар, әкем босатыңыздаршы! Қайт, тұр, қайт. Әке! Қайтеміз де, арала. Япыр-ау, мынау менің Құрманымның домбырасының үні ғой. Әй, кең дүние, естисің бе? Мынау менің Құрманымның домбырасының үні ғой. Ақ шіркін, неткен кен дала десеңші. Бостандыққа жетер, еш нәрсе жоқ сірә. Мына тұрған тау екен ғой, Алатау тауы осы екен ғой. Әзіретімнің Алатауын дастандарын жастайымнан білуші едім. Алатау десе, Алатаудай болыпты. Мына бір неткен керемет ауыл еді. Осы ауылға кіріп, мына бір үйден аз-маз ауқаттанып алайын. Ау, кім бар мына үйде? Амансыз ба? Қайдан жүрсіз? Аманбыз. Мен Құдай қонақ болам қалқам. Құдай қонақ болсаңыз, жүріңіз, көрдетіңіз. Армысыздар? Армыз. Көрле, кел дастарханға жақында. Рахмет. Жолшым, жөніңді айта отыр. Қай жаққа жол тартып барасың? Елім батыста, атым Құрманғазы. Әкемнің аты Садырбай болады. Алыс жердің жігіт екенсің. Бұл жерден не істеп жүрсің? Айдаудан шығып келе жатқан жайым бар. Өздеріңіздің де жөндеріңізді айта отырыңыздар. Біз де бір осы елдің шалы боламыз. Бұл кісінің есімі Дөңбай. Еліміз Дөңбай би деп атайды. Еліңіз алыс екен, ешмеген шығарсыз. Кезінде ауыл арасында ағайыншылық айтқанымыз бар еді. Сол кезде төс кісі едік. Қазір болса көсеумен жолда
қой. Үлкен ас келгенше қымыздан ала отырыңыздар. Ал мына жас жігіт сіздерге кім болады? Бұл да бір ағайын, мысқысы әурен. Осы елдің ат үстінде жүрген азаматтарының бірі қалада жұмыс атқарады. Ауылға демалуға келген екен, менімен көрісе келіпті. Соғышым, мына домбыраны босқа ұстап жүрмеген шығарсың. Өнеріңді ортаға салып отыр. Жақсы, онда сіздерге бір күй шертіп берейін. Күйім ақ екен, құлақтың құрышын қандыратындай ақ. Жаңағы шерткен күйіңнің аты не? Бұл күй өзіміздің көріғолы күйі. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп бекер айтпаған-ау. Күй құдіретін білмейтін қазақ жоқ шығар. Күйіңмен көңілімізді бір көтеріп қойдың-ау. Шерт тағы, көңіл шіркін көкжиекке көтеріліп қалсын. Жақсы, онда сіздерге өзімнің адай күйімді тартып берейін. Үйді. Шам. Жақсы, өнерлі жігіт екенсің. Өркенің өссін. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кембіра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Ал ендеше ағайын, киелі қара домбырамызбен айбынды қазақ елімізді бағалай білейін. Құрманғазы атамыз қазақтың бостандығы мен теңдік үшін күрескен жандардың бірі. Сол үшін Құрманғазының есімін білмеу әрбір қазақтың баласына сын. Өзіміздің тарихымызбен әдебиетімізді біліп, мақтанып жүрейік ағайын. Елдің бостандығы мен теңдігін аңсап өткен батыр бабаларымыздың, қайсар аналарымыздың есімін мәңгі есте сақтайық. Еліміздің еңсесі биік, көк байрағымыз желбірей берсін. Қазақ елі жағадай берсін.